Сәлеметсің бе, Әлия? Қазір жаратылыстану сабағы. Бүгін біз киім тақырыбын жалғастырамыз. Яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз аяқ киім. Біз білеміз, барлық адамдар аяқ киім киеді. Әрбір мезгілде әртүрлі аяқ киімдер киеді. Мысалы, жазда біз жазғы аяқ киім киеміз, қыста қысқы, күзде күзгі, көктемде көктемгі аяқ киім киеміз. Аяқ киімді киюіміз біздің ауа райыға байланысты болады. Енді тапсырмаларға назар аударып көрейік. Аяқ киімдерді ғана таңда және оларды қарындашпен қоршап сыз ата. Қыста, көктемде, жазда, күзде қандай аяқ киім киетінін көрсет, оны сызықтармен көрсетеміз. Мысалы, бірінші туфли көріп тұрмыз. Бұл туфлиді қандай күндері киеміз? Жаңбырлы күні ма, әлде қыста киеміз бе, күзде киеміз бе, әлде жазда киеміз бе? Көбінесе біз туфлиді жазда немесе күзде киеміз. Содан кейін мына жерде пима көріп тұрмыз. Пиманы біз қай кезде киеміз? Жазда кие аламыз ба пиманы? Әрине, оны жазда кимейміз. Жаңбырлы күні киеміз бе? Мысалы, көктемде. Әрине, көктемде кие алмаймыз, өйткені көктемде барлығы еріп жатады, біз оны көктемде кие алмаймыз. Жазды күні өте ыстық болады. Күзде кие алмаймыз оны, аяғымыз пысынап, терлеп кетеді. Әрине, біз оны қысты күні киеміз. Ал сандалды қара. Сандалды біз қай кезде киеміз? Қысты күні кие аламыз бе? Жоқ, әрине. Көктемде киеміз бе? Әлі қар еріп жатады, дала салқын болады. Күзде киеміз бе? Әрине кимейміз. Біз сандалды жазда киеміз. Ал мына жерде көйлек, шалбар, шұлықтар, олар аяқ киімге жата ма? Жоқ, олар аяқ киімге жатпайды, олар киімге жатады. Киетін, үстімізге киетін киімге жатады. Сол себепті біз оны қоршамаймыз да, оны көрсетпейміз. Олар аяқ киімге жатпайды екен. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Керісінше айт тапсырмасы. Сөйлемдерді аяқта туфли ашық түсті, ал етік қара түсті. Пима қыстық, ал сандал жаздық. Туфли таза, ал бәтеңке қарама-қарсы сөз кір. Етік ұзын, ал бәтеңке ұзын деген сөзге қарама-қарсы сөз қысқа. Туфли биік өкшелі, ал тәпішке биік дегенге қарама-қарсы сөз тапал, немесе кішкентай деп жауап беруге болады, жазуға болады. Келесі тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Бұл отбасында неше адам бар деп ойлайсың? Қара, аяқ киімге қарап, осы суретте осы отбасында неше адам бар екенін біліп алуға болады екен. Санап көр. Отбасында неше ересек адам бар, неше бала бар екенін білуге болады. Ол балаға қандай кеңес бересің? Қараш, мына жерде қандай кеңес беруге болады? Кіре берісте аяқ киімі шашылып жатыр, доғып жатыр. Не деп айтуға болады мына балаға? Не істеу керек? Аяқ киімді қалай ұстау керек? Оны қалай күту керек? Қай жерге жинау керек? Барлығын есіңе түсір. Осыны айтып көр. Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Мақалды оқы. Мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Мақалды жаттап ал. Екі аяқ бір етікке сыймайды. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Үлкендерден сұрап көр. Мақал білгірі тапсырмасы. Аяқ киімді неге жұпымен киеді? Өз жауабында жаз. Қалай ойлайсың? Неліктен аяқ киімді
жұппен киеді. Әрине, біз аяқ киімді жұппен киеміз, өйткені біздің екі аяғымыз бар, иә? Екі аяққа әртүрлі аяқ киім киіп көрдің бе? Жоқ, әрине, біз аяқ киімді бірдей қылдыртып киеміз, иә? Мысалы, біреу оң жақ, біреу сол жақ болады, иә? Біз әртүрлі аяқ киімдерді аяғымызға кие алмаймыз. Бір аяғымызға, мысалы, сандал киіп, бір аяғымызға пима кие алмаймыз. Немесе бір аяғымызға аяқ киім сол жағын, екінші аяғымызға тағы да сол жағын кие алмаймыз, иә? Біз әрқашанда аяқ киімді жұппен киеміз, иә? Әрқашанда аяқ киімнің оңы болады және солы болады. Ал жақсы, осы аяқ киім туралы мәлімет алдық. Аяқ киім туралы білгенімізді есімізге түсірдік. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол, Али.